Біздің арамызға біздің дінімізді құрту үшін келтірілген, қолдан жасалып келген ырымдар бар. Біздің дін дұшпандары Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламға қалай уақи келе бастады, сол күнден бастады. Сол кезден бастап келе жатқан дұшпандық біздің дініміздің жаман жағын көрсету бағытында. Осы келді кеше кеңес үкіметінің кезінде де қатты жұмыс жасады. Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам пайғамбарлық түскеннен кейін нені тыйды? Егер үстеріңнен қара құс ұшса, жолдарың болмайды деген сенімдері бар еді, оны жоққа шығарды пайғамбарымыз. Бұл бір жаратылыс деді. Алдарынан қара нәрсе кесіп өтсе, жолың болмайды деген бәрін жоққа шығарып тастады. Енді кеңес үкіметі не істеді? Пайғамбарымыз тыйған сенімдерді біздің жүрегімізге әкеліп орнатты. Алдыңнан қара мысық кесіп өтсе, жолың болмайды, 7 рет айнал, 3 рет түкір. Айналу да жақсы нәрсе емес, шаманизмнен қалған дүниені алып келді да арамызға кіргізді. Bir жұрнағын алып келіп кіргізіп жатыр. Сөйту арқылы ұлтты адастырып жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты, егер түкірулерің керек болып қалса, түкіріңдер және сол аяқтарыңменен өшіріп тастаңдар. Түкіру Алланың жақсы көрмеген нәрсесі. Өйстіп тұтастай ұлтты іріту үшін, тұтастай ұлттың негізгі жолынан тайдыру үшін неше түрлі ырымдарды алып келді. Кезіндегі бір әдептердің ырымға айналып кеткендері. Сөйтті де бұл да біздің жаңа болмысымызға қарсы шығуға алып келді. Бұдан айырып алатын, арашалап түсіретін не нәрсе деген кезде бізде жетіспей жатқан зерттеме, бізде жетіспей жатқан ғылым, салт дәстүріміздің шығу тегін дәлелдеу жетіспей жатыр.